Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін осындай алма қосылған пирог пісіремін. Жасалу жолы оңай, жұмсақ, дәмді болып шығады. Пісіру жолын білгіңіз келсе, видеомды соңына дейін қарауларыңызды өтінемін. Құрамы өте қарапайым. 4-5 жұмыртқа қосасыздар. Үлкен жұмыртқа болса 4, менікі майда болған соң 5 жұмыртқа қостым. Соған шым тұз қосып, қант қостым, 1 стакан, қатты толтырмай, әркім өзінің қантты өз керегенше қосады. Мен осы стаканды қатты толтырмай қостым. Осыны миксермен әбден көп бүршіктеніп, 2 есе 3 есе көтерілгенше миксермен соғамыз. Оған алма қосамыз. 2-3 алма қостым. Енді ұн қосамыз. Ұнда 1 стакан ұн, 1 шай қасық разрыхитель қосып араластырып алдым алдын ала. Миксермен емес, лопаткамен абайлап араластырамыз. Енді мана турап қойған несі 2-3, енді әркім өз қалауынша қосады алманы. Өйстіп қабығын ашып, турап дайындап қойған. Соны форманың түбіне қойып шықтым. Формаға пергамент төседім. Үстіне дайындалған қамырымызды құямыз. Қалауынша алманы бетіне де қойып шықсаңыз да болады, әдемілік үшін. Мен қызып тұрған пеште 30 минуттай пісірдім, бірақ әркім өз пешіне қарай пісіреді.